ауыр танк ретінде жіктелген A7V неміс танкі болды. Ол алғаш рет 1918 жылы Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде пайда болды. 1917 жылдың басында Андер шассиіне бір танкке тапсырыс берілді. Олардың оны брондалған жауынгерлік машиналар ретінде пайдаланылды, ал қалғандары жалақы мен Аберланд тауарларын тасымалдау үшін көлік ретінде пайдаланылды. Брондалған бөлімшелердің саны ақырында 20-ға дейін ұлғайтылды. 1918 жылдың наурызынан қазанына дейін олар ұрысқа қатысты. Бұл Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Германия жасаған ұрыста қолданылған жалғыз танктер болды. 1916 жылдың қыркүйегінде Германияның соғыс департаменті неміс қарулы күштерінің бас дирекциясының Ателанг 7 Верквесен басшылығымен танктердің дамуын зерттейтін комиссия құрды. Ол ағылшын тілінде бас әскери дирекция 7-ші көлік бөлімі деп аталды. Ең танымал неміс көлік құрастырушыларының бірі Йозеф Вальмерге бірінші неміс танкісін жобалау және жасау тапсырылды. 1918 жылы 24 сәуірде Виллерс Бред Нью маңында тарихтағы бірінші танк шайқасы болды. Онда шасси нөмірін қосқанда 3А және 7В қаза тапты. 561 бүтін Никс деген атпен белгілі жаяу әскерлердің шабуылына қатысып, олар 3 британдық Марк IV танкімен, 2 әйел пулеметшімен бетпе-бет келді. Танктер және 2-6 фунттық зеңбірегі бар бір ері адам. A7V моделі әрқайсысының қуаты 75 киловатт немесе 101 ат күші және 500 литр немесе 130 галлон жанармай сыйымдылығы бар. 2 орталықтандырылған 4 цилиндрлі демға бензин қозғалтқышымен жұмыс істеді. Бұл танкке сағатына 9 мильден сәл астам жылдамдыққа жетуге мүмкіндік береді. Бұл оның көлеміне қарамастан, оны Бірінші дүниежүзілік соғыстағы ең жылдам танктердің біріне айналдырады. A7V-тің қуат пен салмақ қатынасы 6,8 к тоннасына және жердегі клиренсі 190-нан 400-ге дейін болды және ені 2,1 метрге дейін және ұзындығы 7,5-тен 15,7 дюймге дейінгі арықтарды өте алады. A7V моделінің серіппелі суспензиясы да болды. Бұл оның өрескел жерлерде жүру қабілетін жақсартты. Қуатты қозғалтқышы мен суспензиясына қарамастан, A7V дизайны тым ауыр және жол талғамайтын жағдайларда тиімсіз болды. A7V ұзындығы 7,134 метр, ені 3 метр және биіктігі 3,3 метр болды. Ресми түрде экипаж құрамында кемінде 17 сарбаз және 1 офицер болды. Үлкен брондалған бөлімше түпнұсқа A7V конструкциясының шынжыр табанды шассиіне қосылды. A7V және Марк IV екеуінде де жолдар болғанымен, британдық дизайнда жолдар көліктің гауһар пішініне қорғалмаған түрде сырғып кеткен. Бірақ A7V жолының үстіңгі жағы көліктің болат сауытының ішінде жақсырақ қорғалған. Бұл қазіргі танк конструкцияларымен салыстыруға болады. Экипаж құрамында 12 жаяу әскер, 6 пулеметші, 6 оқтаушы және 2 зеңбірекші болды. Танкты командир офицер, әдетте лейтенант, жүргізуші, механик немесе сигнал беруші, 12 жаяу әскер және 2 зеңбірекші басқарады. Бірақ көп жағдайда A7V бортында 25 адамы бар жиі пайдаланылды. Танктың сауыты бүйірлерінде 20 болат пластинадан, алдыңғы жағында 30 және төбесінде 10-нан тұрды. Екінші жағынан болат шыңдалған сауыт емес еді. Нәтижесінде оның тиімділігі төмендеді. Ол пулемет пен винтовкадан оқ атуды тоқтатты. Бірақ одан да үлкен калибрлі оқтарды емес. A7V алдыңғы жағында орнатылған 7,192 калибрлі 6 пулеметпен және 5,7 сым Максим Марденфельд зеңбірегімен қаруланған. Бұл қаңылтырлардың кейбірі Ұлыбританияда жасалған және соғыстың басында Бельгияда қолға түскен. Басқалары 1918 жылы Ресейде тұтқынға алынған және олардың арасында Ресейде жасалған бірнеше көшірмелері болған сияқты. 57 зеңбіректің орнына кейбір 7V үлгілері 2 алға бағытталған пулеметпен жасалған. Қызметке кіріспес бұрын олардың көпшілігі 57 калибрлі қаруды алып жүру үшін жаңартылды. Гретчен нөмірі 501,100-ден 57-ші зеңбірек орнатылғанға дейін Сент-Квентин шайқасына қатысқан. Максим Норденфельдтің зеңбірегінің ұзындығы 1,5 метр, ені 26,3 дюйм және салмағы шамамен 1,9 фунт. Оның 5 фунттық 15 амперлік снаряды бар. Оның атыс жылдамдығы минутына 36 айналым, ал бастапқы жылдамдығы секундына 401 метр. Оның максималды қашықтығы 4 миль, ал тиімді қашықтығы 1,7 миль. 8 атқыш MG8 пулеметі Максим пулеметі сияқты қысқа оқпанды кері шегінуге және құлыптау механизміне ие. Дірілдеп, оқ атқаннан кейін 8 атқыш MG8 пулеметі триггер босатылғанша немесе қолда бар барлық оқ-дәрілер таусылғанша атуды жалғастырады. Практикалық атыс қашықтығы шамамен 2 метр, ал максималды қашықтығы 3,7 метр болуы керек еді. A7V-тің ең жоғары жылдамдығы жолдарда шамамен 9,3 миль сағы және бүкіл ел бойынша 3,1 миль сақ болды.
Оның үлкен өлшеміне қарамастан, A7V бәсекелесінен әлдеқайда жылдам. 6 пулеметі бар танктың атыс күші орасан зор. Ал Максим Норденфельдтің бронды ену қабілеті 11-12 бірлікті құрайды. A7V танкінің сауыты бүйірлерінде 20 болат пластинадан, алдыңғы жағында 30 және төбесінде 10-нан жасалған. Екінші жағынан болат шыңдалған сауыт тақтасы емес еді. 1917 жылдың басында тек 27V моделі жасалды. 100 шасси сатып алынды. Оның 10 шассиі брондалған корпусты жауынгерлік машиналар, ал қалғандары Аберлин жүк көліктері болуы керек еді. Біздің арнамызда немістің Пенза АЯ танкімен, сондай-ақ Бірінші дүниежүзілік соғыс